Жаяу жүрген сайын денең қызып, күннің суығына қарамай, терлеп те кетесің. Мына таңертең тұрасың, уақыттың қандай зымырап өтіп жатқанын осындай кездерде білесің. Барлық өміріміз уақытпен өлшенеді ғой, мінекей. Бүгін мінекей таңертеңге жүргеннен қазір міне уже 10-нан 11 болып қалды сағат. Өте тез өтеді қазір уақыт. Шынымен қазір ғалымдар болса да, кім болса да айтып жатыр ғой, ученыйлар. 24 сағат емес бұрынғыдай, қазір 17 сағат деп. Сол үшін ба деп ойлап қаласың. Дегенмен де уақыттың өзінің бізге мөлшерлемесі бәрібір білінеді, қандай да жағдайда. Сол уақытымызды дұрыс пайдаланып, жоспарлап күнімізді. Солай жүрмесек, уақытты жоспарламасаң, күніңді жоспарламасаң, тез өтіп кетеді. Не істеп, не қойғаныңды білмейсің. Сондықтан енді мен бұрыннан өзім әдетке айландырғам, күнімді жоспарлап, күнде жазып, не істейтінімді, ертең не істеймін деп кешке міндетті түрде өзіме бір күнге жоспар құрып аламын. Сол жоспарменен бірталай шаруаны бітіріп тастайсың. Таңертең тұрасың ерте. Әдетке айланғаннан кейін ары қарай жата алмайсың. Тұрып жүруге шығып кетесің. Бір стакан ыстық суымды ішіп алам да жүруге шығып кетем. Кей күні аздау жүрем, 2 сағат, кей күні 2,5 сағат, кей күні кішкене кешіп болсам, онда уақытым болса 3 сағаттай жүруге тырысамын. Осы уақытты, үнемі уақытты дұрыс пайдалану біздің өзіміздің ислам дінінде де, дінімізде көрсетілген. Уақытты дұрыс пайдалану, уақытты пайдаланудың түрлі әдістері бар. Сол әдістерменен бөлісіп, сіздермен бөліскімге келеді. Бір жағынан өзіңізге пайда, уақытты өте тиімді пайдалануға тырысу керек. Жас кезімізде көп нәрсені ойламадық. Енді қазір үлкейген сайын уақыттың қадірін түсініп, өміріміздің көбі өтіп азы қалғанын ойлап қоясың. Сондықтан әр уақытымызды, әр минутымызды қадірлеп, бағалап, әрбір уақытымызды бағалайтын өмір болып жатыр қазір. Уақытты тиімді пайдалану, ол сені жетістікке апаратында. Уақытты тиімді пайдалану, ол сенің өміріңде күнделікті әдетіңе айналатыны белгілі. Әдет болған жерде жақсы әдет қалыптастырсаңыз, ол сіз өмірде құры кетпейсіз, өмірден бос өтіп кетпейсіз. Уақытты дұрыс пайдалану деген ол тек тек өзіңе ғана қарау емес, өзгеге де көңіл бөлу. Уақытыңды қалай болса солай текке, мысалы, бұрын көбінше уақытымызды өткізетінбіз адамдармен, шай ішіп отыратынбыз, қанша уақытымызды кетіріп. Қазір оның бәрі қалды. Қазір сол уақыттарымды қайталамайтынымды білемін, және қайталамаған сайын жүрегімді ауырады. Қанша уақытымызды жоғалтып алғанбыз, жоспарламай. Қазір енді әр минутымызды бағалаймыз. Әр минутымызды бағалап, кішкене болса да қоғамға пайдамызды тигізіп кетсек, осы қанша жылдан бері өстіп жүргенімнен қанша адамға көмектесіп жатырмын. Көп адамдар маған жазып жатыр жекеме. Сіз осы жүру әдісін қалай қолға алдыңыз,
жүруден қандай пайда көрдіңіз деп атады. Жүрудің пайдасы өте көп қой, ол денсаулықтан бастап жүрудің пайдасы сенің жетістігіңе дейін керемет өзгерістер алып келеді өз басына. Және қоғамға да көмегің бар. Бір адам болса да саған еліктеп жүріп атса, денсаулығын түзеп атса, бір адам болса да жүру арқылы өзінің жетістіктерін қолға алып, бір күніне жаңағы жоспарын қойып, сол жоспарларын әдетке айландырып, алдына мақсат қойып, үлкен жетістіктерге жетіп атса, оның несі жаман? Одан ешкім ақша сұрамайды. Мысалы, қазір әлеуметтік желіде көп қой, кішкене нәрсені сатып жатыр. Мысалы, біздің чегіміз өте үлкен, анау деп. Бірақ дегенмен де адамның өзіне байланысты қаражатың жоқ болса, қарызың көп болса, осындай жүру арқылы да сен өзіңді қалыпқа келтіруге болады. Жоспарлап күніңді ерініп, төсекте жата бермей тұрып, осындай әр қадамыңды ниеттеніп, әр қадамыңды осылай жасайтын болсаң, Алла тағала сенің алдыңа да, сенің өміріңе де өзгеріс алып келеді. Өзің ниеттенуің керексің, өзің қадам жасау керексің. Сондықтан жүре, қазақта айтады ғой, қазақтың әрбір мақалы өзі керемет айтылған. Жүре жүрге күлінеді дейді. Жүргенге жүрге күлінеді дейді. Жүре берсең бір нәрсе болады. Ойың өзгерсе, сенің іс-әрекетіңе де өзі соған алып барады. Бір нәрсе жасауға күш-қуатың болады. Ішкі қазір барлық нелер айтып жатыр ғой, ішкі состояние деп. Ішкі состояние деген міне осы жүру арқылы сен ысыласың, өзіңді жеңесің, еріншектігіңді жеңесің, жаңағы өзің бойыңдағы басқа жаман әдеттеріңнен құтыласың. Вот сөйтіп ішкі қабілеттеріңді қалыпқа келтіресің. Күнде қатаң тәртіп өзіңе деген әдемі жоспар, іс-әрекет, мақсат, ол сені үлкен жетістіктерге алып келеді. Және жылап, еңіреп жатпайсың, жұмыста тауып аласың, ниеттеніп жүр жұмысқа да. Алла тағала жұмысты да өзіңе ақырындап бұйыртады. Сондықтан жүруді әдетке айландырыңыздар. Мен қанша жылдан бері жүріп келе жатырмын. Бірақ осы биыл ғана ақырындап шығып, ақырындап айта бастадым. Адамдарға көрсете бастадым. Сондықтан сіздерге де осы ниеттеріңіз жақсы болып, осындай әдетті қалыптастырсаңыздар екен деймін. Жел қатты соғып тұр. Бір сағаттық жүріс өміріңнің көп нәрсесін өзгертеді. Бір сағаттық жүрудің өзі сенің ойыңды тап-таза етеді. Таза ауада ертең-ерте ашқарынға жүрсеңіз, ашқарынға жүрсеңіз керемет өзгерістер болады. Неке қанша жерді жүріп келе жатырмын. Одан ешкім жаман нәрсе көрмейсіз. Телевизор көріп, құр үйде жатқаннан гөрі, мінекей жүріп, өзіңіздің бойыңыздағы жаман әдеттеріңіз болсын, бойыңыздағы неше жылдан бері жиналған токсиндер болсын, даже денсаулығыңызды түзейсіз. Миыңыз тазарады, жөн жоқ нәрсені ойламайсыз. Жүрегіңіз ашылады. Жүрегіңіз ашылғаннан кейін сізде тыныштық орнай бастайды. Тыныштық орнағаннан кейін сіздің бүкіл іс-әрекетіңіздің бәрі жүзеге аса бастайды. Негізі бар нәрсе біздің өзіміздің дінімізде бар ғой, бәрі айтылады сонда. Жүректің тыныштығы сені үлкен жетістіктерге әкеледі дейді. Жүректің тыныштығы ол сен үйде жатып ұйықтау емес. Жүрек тыныштығы сенің барлық нәрсе баланста болу ғой. Сенің күнделікті денсаулығың, күнделікті өмір сүру мәнің, іс-әрекетің, әдетің, барлық нәрсе бір жерге тоғысқанда сенің жүрегің тыныш болады.
соны өзің ақырындап жасауыңа болады. Әр нәрсеге бір көңіл бөліп, менің жолым болмай жатыр, менің жұмысым жоқ деп жата берсең, ол жамандықтың үстіне жамандық келе береді. Сондықтан жүруді әдетке айналдырыңыздар. Жүріңіздер, болмаса жаттығу жасаңыздар. Ол сізге ешқандай ақшаны салмай-ақ, міне жүру деген неді, айдала жер жатыр, міне жүре бер, шығып алды. Ешкім сенен ақша сұрамайды, ешкім сені қарызға алып, мені мына жерде жүрші демейді. Өзің жерің, өзің елің. Қазір барлық жерде мүмкіндік бар. Қаланың сыртында да, қаланың ішінде де жүру керемет. Енді өзіңізге байланысты бәрі. Күнделігіңізге сәттілік, аман болыңыздар.